Good day, how are you? Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін төртінші жасалу жолын зат есімнің және бесінші жасалу жолын қайтадан түсіндіретін боламын. Кешегі сабақта анық көрінбей қалғанына байланысты. Егер зат есім y әрпіне аяқталса және оның алдында дауысты әріп болса, онда s жұрнағы жалғанады. Яғни біз дауыссыз дыбыс болатын болса, y әрпінің алдында, онда y әрпі i-ге es болып жалғанады деп айтылды алдыңғы жолда. Ал енді қазір дауысты дыбыс болатын болса, онда y әрпі өзгеріске түспейді. Y әрпінен кейін s жұрнағы жалғанады. Мысалға, a day, days, a key, keys, a boy, boys, a toy, toys. Зат есім жасалу жолының бесінші түрі. Егер зат есім f немесе fi жұрнақтармен аяқталса, көпше түрін жасау үшін f алынып тасталып, оның орнына vs деп жұрнағын жалғаймыз. Мысалға, a loaf, loaves, a wife, wives, a knife, knives, яғни пышақ, пышақтары, a leaf, leaves, a sheaf, sheaves, a sieve, sieves болып осылай өзгереді. Бірақ өзгеріске түспейтін тағы да бір ереже. Мысалға қараңыздар, екінші бағандағы сөздерде a scarf, scarves. Кей жағдайда vs жалғанады. Vs жалғанса да қате емес. Scarf f-тен кейін s жұрнағы жалғанса да қате болмайды. A dwarf, dwarfs, a dwarf, dwarfs, a hoof, hoofs. Ал енді ешқандай да өзгеріске түспейтін vs жұрнағы жалғанбайтын мынадай сөздер бар. Бұны жаттап алу керек. Chiefs, roofs, safes, cliffs, beliefs. Алтыншы жолы, егер зат есім өу дауысты дыбысымен аяқталса, яғни оның алдында дауыссыз әріп келетін болса, онда s жұрнағын жалғаймыз. Мысалы, a hero, heroes, a potato, potatoes, a torpedo, torpedoes, a tomato, tomatoes болып. Ал екінші бағанға қараймыз, яғни бұл жерде тек s жұрнағының өзі ғана жалғанады, i әрпі жоқ. A piano, pianos, a kilo, kilos, a photo, photos, a video, videos. Ал flamingo, вулкана сөзінде с жұрнағы да s жұрнағы да екеуі қосылып жалғана береді. Жетінші жасалу жолы ережеге бағынбайтын зат есімдер. Яғни кейбір зат есімдер көпше түрінде басқаша сөзше түрленіп кетеді. Мысалға, man, men, woman, woman, child, children, tooth, teeth, foot, feet, mouse, mice, lose, lies, goose, geese, wolf, wolves, and ox, oxen. Сегізінші жасалу жолы грек тілінен, латын тілінен, яғни шет тілдерінен енген сөздердің көпше түрі. Мысалға, біріншісінде уыс жұрнағымен аяқталатын болса, онда ол i әрпіне өзгереді. Мысалға қараймыз. A stimulus, a stimuli болып өзгереді. A genius, genii болып өзгереді. Ал кей жағдайда өзгеріске түспейді. Мысалға, a bonus, bonuses, s жұрнағы жалғанады. A virus, viruses, a circus, circuses, a radius, radius, a cactus, cactuses, a nucleus, nucleuses. Кей жағдайда nuclei, cacti, radii болып жасалынады. Ал b әрпіне аяқталатын болса, онда ai, яғни larvae деп өзгереді. A larva, larvae, and alumna, alumni деп. Ал өзгеріске түспейді, кей жағдайда мына сөздер. A formula, a formulae, but, aries, diplomas, arenas болып, осы үш сөзде s жұрнағы жалғанады.
әрпімен жұрнағымен аяқталса сөзіміз, онда зат есім көпше түрі әрпіндегі түбірі әрпіне өзгереді. Мысалға, a datum, data, a curriculum, curriculum. Ал енді екінші бағандағы сөздерге қарайық. A symposium, симфозия, a memorandum, memoranda. Жақшаның ішіндегілер де ол дұрыс варианттар. Кей жағдайда memorandums да болып келеді. A medium, media, mediums кей жағдайда. Ал albums сөздерінде S жұрнағы жалғанады. X деген жұрнақтар жалғанатын болса зат есімге, онда ол CES жұрнағын жалғайды. Мысалға, an index, indices, яғни математика бойынша. An appendix, appendixes, медицина бойынша. A codex, codices. Ал енді индекс сөзі кітапта қолданылатын болса, математикалық бағытта емес, кәдімгі күнделікті кітаптағы сөздерде берілетін болса, онда an index, indexes. Кітапта қосымша деп беріледі ғой, an appendix, appendices болады. Яғни осы кестеде берілген сөздердің барлығын жаттап алу керек. Мысалға, мына жерде беріліп тұр, an axis, axis, basis, basis, cactus, cactuses, немесе cacti, criterion, criteria, datum, data, diagnosis, diagnosis, яғни диагностика, диагностикалар. A medium, mediums, media деп қолданамыз. Яғни медиа сөзі бұқаралық ақпарат құралдарын айтқан кезде қолданамыз. Келесі бөлімде зат есімнің басқа да жасалу түрлерімен бөлісетін боламын. Каналға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Ал ендеше жақсы сау болыңыздар.